Ассалаумалейкум рахматуллахи баракату. Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай алма және корица қосылған құрамында лимон цедрасы бар өте дәмді пирогтың бәліштің рецептімен бөлісемін. Бізге керек құрам мына жерде менде ұн, овсяное хлопья және разрыхлитель, корица, 3 жұмыртқа керек, қант керек, және бөлме температурасына май болу керек міндетті түрде, және шым тұз керек болады. Ең алдымен алмамызды осылай көбіктеп турап аламыз да дайындап қоямыз. Лимонның шырынын құйып араластырамыз. Бізге ол алманың қарайып кетпеуіне себебін тигізеді. Енді бөлме температурасындағы майға қантымызды және де тұзымызды салып миксерлейміз. Біздің қантымыз осы маймен бірге араласып, еріп, кішкене пышный ағарап, сондай массаға жетеді. Енді жұмыртқаны бір-бірлеп саламыз. Әр салған сайын миксерлеп отырамыз. Осылай кезекпен кезек барлық жұмыртқаны салып шығамыз. Бізде осындай қоймалжың масса шықты. Енді менің сухой ингредиенттерімді құрғақ басқа ыдысыма салып алдым да осылай араластырдым. Бұл құрғақ ингредиенттерді біз жұмыртқалы массамызға саламыз. Ешқандай миксер қолданбаймыз. Бұл жерде тек лопатка немесе қарапайым қасықпен араластырсаңыздар болады. Лимонның цедрасын қоссаңыздар болады. Енді дайындап қойған алмаларымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Алманың көп болғаны жақсы. Біздің болашақ бәлішіміздің сочный, дәмді, влажный дейді, сондай болып шығуына септігін тигізеді. Менде мұнда 24 сантиметрлі диаметрі 24 сантиметрлі форма. Енді осыған май жағамыз астына, жан-жағына. Содан кейін массамызды орналастырамыз. Қамырымызды 180 градусқа 35-40 минутқа жібереміз. Мінекей, осындай болады. Біздің пирогымыз дайын, осындай қызарады. Зубочисткамен қарасаңыздар болады, піспегенін. Осындай румяный болады. Үстіне сахарная пудра сепсеңіздер де болады. Кесіндісі, разрезі осындай. Бұл пирог маған өте ерекше, дәмді көрінді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.